почти күнде кездесу бізде. Бірақ енді видео бірақ жерден, иә. Жақсы, көріп алайық, қалай өтті екен? Ой, жарайсыздар. Тирға барыпсыз. Бүкіл ойыншықтарды сіздер алып кетіпсіздер ғой. Иә, бере береді екен оларда. Олар шынымен тигізсең бере береді екен шынымен оларда. Кім мерген сонда? Кім тигізді? Екеуміз де тигіздік. Бұл мен негізі атамаймын деп ойладым. Вообще ондай нәрсеге жолап көрген адам емеспін ғой негізі. Сөйтсем, аталады екен. Не деген үлкен аю. Ана қолыңа ұстай. Мәссаған. Не деген үлкен аю. Ана қолыңа ұстай аласың ба, ұстай алмайсың ба, білмеймін. Ана біз ойын ойнағанбыз бір. Содан мен бәстен ұтылып қалдым ше. Соның несі ғой, қандай ойын екенін айтсай? Неден ұтылған? Неден ұтылып қалдыңыз, айтсаңызшы. Бейне ойын ойнадық бірге. Иә. PlayStation'да. Mortal Kombat деген ойын бар. Содан сіз жеңіліп қалдыңыз. Барлығында жеңдім да, именно сол спорға ойнаған ойында жеңіліп қалдым. Жоқ, ондай емес. Шынымен кел енді мен сені жыртамын деді да, сонымен жыртып тастады өзі. Жақсы, енді беріңіз сыйлығыңызды аюды. Мына жақ қоя саламыз ғой болсын. Ау? Иә, менің жаныма қоя тұрсаңыздар да болады. Және де Жандос тағы да сыйлық бар екен, иә? Ол да Оразғалидікі. Иә, ал бұл сыйлық былай. Үйінде бүйтіп көп нәрсесін білемін ше, қыр-сырын бәрін. Үйінде жаңағы светінің түсі тусклы екен да. Бояна алмай жүрмін деп сөйтіп айтқан еді. Еще менімен сөйлескен кезде бетіне жарық жетіспей түрімді көре алмай жатырмын деп бейнемен сөйлескен кезде айта береміз да. Сол үшін сондай өзі қалап жүрген боянатын айна ғой жарығымен. Мәссаған. Ой, не деген ұқыптылық, көңіл бөлу деген осы ғой.